Сәлем достар, сен Таби. Так, мен тағы видео түсірем деп шештім. И тағы кеш. Как вы знаете, менің желанием кешке ашылады. Көп болды, прям көп уақыттан бері мен видео істемей қойдым, салмай қойдым. Салсам да бір рет салып қоям, и все, жоғалып кетем. Ну, все равно менің подписчигім аз енді. Все равно. Надеюсь, когда-то мен рекке түсіп, сәл болсын подписчигім көбейеді деп. Вот. Так, бүгін біздің видео кукинг. Мен басқа идея таппадым. Если честно, мен видео түсіре берем, просто идея жоқ та. Идея болса мен түсіре берем. Вот. Бүгінгі сол идеям кукинг. Кукинг дегенде бұл трендтегі қазіргі тренд болмағанша, но все равно банан в шоколаде. Банан в шоколаде. Бірінші бізге магазинге барып келу керек. Давайте. Мен қайсында нән білмей тұрмын. Әкес озераның еші. Басқа магазинге баратын болдық. Идемте. Мен магазинге барып келдім. Вот мен заттарым. Сол, маланча шоколад и 3 банан. Мен бір эстетичный видео істеген келіп тұр. Осы видео біткенге соңына қойып қоятын шығармын, егер істесем. Так, сағат бізде қазір 10 ба? Или уже 11 отыр екен, ужас. Қазір наладан турап істейтін болғанбыз. Ана тренд бар ғой. Тренд деп онлайн бар ғой. Жемей жүріп, я в 3 часа ночи. Так, вот мен заттарым. Қазынаны так қалай істейтінді айтып кетейін деп. Нан қазір 3-ке бөліп тастаймын. Ұзынсың ғой. 3-ке бөліп тастаймын да. И наған қоямын да. Вот. Тұғымыз. И потом оны морозилке салып қоямыз. Біразға қатыланға дейін. Одан кейін көресіңдер. Анда бір әдемі тарелка істеп қоямыз қыз. Так, мен холодильникке салып қойдым, то есть морозильникке салып қойдым, соң астық шығарып. Оны, как сказала мама, оны біз қазір суға салып қоямыз, потому что суға салып қойсаң, андай нелер бөлінеді ғой, қалдықтары, и оны гүлге қояды. Гүлге қойған кезде недеген зор эффект болады ма, сөйтіп бір нәрсе. Ол достар. Не мен ол түсірем. Ана жақта міне. Мынау треснул, короче, мынау да треснулся. Мынандай әрі треснуть етіп жатыр. Сол шындай кішкентай шпажки керек екен. Достар, енді не істейтін білмеймін. Нормально шықса болды енді. Бірақ қатып қалады ғой. Нормально шығады деп ойлаймын. Ждем. Менің неді? Бананым, короче, қатып қалған сияқты. Жазма атысында су көп тоқтап жатыр. Нанға деген сұлатым. Достар, сап қойын. Мынау, короче, комнатная температурада дұрышы өзі еріп қопты да, но қолға жарыспайды екен ерген кезде. Майысқақ боп қойын. Қазір суға қойдым, соған саламыз да ерітеміз. Полностью еріп болғаннан кейін бетін ашып батыруға зор болады. Сол үшін істеп жатырмын. Қазір көресіңдер, мені ылғысы сеніп сөйлеуім, так что привыкайте. Деп ше. Вот, сол, короче. Достар. Тек 3 ғана зор шықты, қалғандар қочыс болды. Во-первых, шоколад жетпей қалды, во-вторых, біреулер түсіп қалды шоколадқа бұтырғанда. Менің қателігім шоколад көбірек алу керек и морозильникте көбірек ұстау керек. Но не прям, что қатып қалғанға дейін, но, короче, 1 сағаттай ма ұстау керек. Сол бірақ дәмі зор шықты, короче, дефект.
зор шыққанын көрсін ба? Зор шыққан қараңдар, қандай зор. Блин, фотоға түсіріп қазір инстаграмға салып қоямын. Вот осындай біздің кухня енді. Видео бар. Соңына видео қойып қоямын. Жаңа бір видео істеймін, короче, инстаграмға салатындай. Сол. Всем пока-пока. Осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетпеңіздер.